Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін жұмсақ рулет дайындайтын боламыз. Ең алдымен ұнымызды, қантымызды, жұмыртқа 4 дана, сүт бөлме температурасындағы және кішкене тұз қажет болады. Таза ыдысымызға жұмыртқамызды біртіндеп отырып шағып алатын боламыз. Жұмыртқаларымызды шағып болғаннан кейін үстіне кішкене тұзымызды қосып бір араластырып жібереміз. Одан кейін қантымызды салып, қантымыз еріп, әппақ масса болып көпіргенше миксерлейтін боламыз. Оның үстіне ұнымызды біртіндеп отырып саламыз. Бізге енді миксердің қажеті жоқ. Осындай қасықпен немесе күрекшемен жоғарыдан төмен қарай біркелкі етіп араластырамыз. Дайын болған массамызды дайындап қойған пергаментімізге құйып, 180 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Енді өздеріңіздің пештеріңізге қарай градусты уақытты қойып қарап тұрасыздар. Пісетін кезде кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге салқын сливки, сахарная пудра керек болады. Оның үстіне творожный сыр саламыз. Болмаса сгущенка салуға болады. Осында крем жасап, дайындап қоямыз. Кремімізді әппақ қою болғанша миксерлейміз. Дайын болған коржымызды алып, үстіне таза майлығымызды жауып, суығанша күтеміз. Әбден суығаннан кейін өзі жұмсарады. Үстіне пропитка менде су мен қант. Осылай жасаймыз. Сол кезде креміміз тез сіңетін болады. Кремімізді салып, лопаткамен тегістеп шығамыз. Біркелкі етіп тегістейміз. Арасына ягода қосуға болады, шоколад қосуға болады, өз қалауларыңызша. Осылай ораймыз. Міне оңай оралады. Одан кейін тоңазытқышқа жібереміз. Тоңазытқыштан алғаннан кейін әрлеуге кірісеміз. Менде жұмсақ рулет дайын болып тұр. Бетіне менде Қазақстан шоколадты ерітіп құйдым. Өз қалауларыңызша. Қалған кремді қоюға болады, гүл қылып, болмаса осындай шоколадпен дайындауға болады. Біздегі рулет осымен дайын, өте жұмсақ, тәтті болады. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.